Біздің өмірімізде барлығы ережеге бағынады. Математикада да ережелер бар. Мысалы, келесі сандар қатарына қараңыз. 1, 2, 3. Сандар тізбек бойынша тұр. Немесе мына қатар. 1, 3, 5. Сандар бір саннан кейін тұр. 10, 20, 30 әр келесі сан алдыңғыдан 10-ға артық. Яғни, белгілі бір тізбекті қатарды құру кезінде белгілі бір ереже сақталады. Заттардың немесе сандардың белгілі бір тәртіппен орналасу ережесі болады. Бұл ереже заңдылық деп аталады. Заңдылық тұрақты түрде қайталанатын құбылыс. Амал және заттардың қасиеттерінің өзара байланысы. Суреттер, әріптер, сандар және кез келген басқа таңбалар қайталануы мүмкін. Бірақ қатарда міндетті түрде 3 саннан кем емес болуы тиіс. Заңдылықтар заттардың қасиеттері сияқты математика және логикамен байланысты. Заңдылықты біле отырып, сен әрі қарай не болатынын нақты біле аласың. Бейсенбіден кейін жұма күні болады. Таңғы сағат 10-нан кейін таңғы сағат 11 болады. Заңдылықтардың бірнеше түрлері бар. Кему, арту, циклдық және күрделі заңдылықтар. Сандық қасиет белгілі бір ереже немесе формулаға сәйкес артатын заңдылық арту деп аталады. Сандық қасиет белгілі бір ереже немесе формулаға сәйкес кемейтін заңдылық кему деп аталады. Әрдайым қайталанатын заңдылық циклдық деп аталады. Бірнеше заңдылықтан тұратын немесе бірнеше қасиетке ие заңдылықтар күрделі деп аталады. Заңдылықтарды іздеу алгоритмі. Тізбектің қасиеттер санын анықтаймыз. Әр қасиет үшін заңдылықты анықтаймыз. Тізбектегі келесі мүшенің барлық қасиеттерінің анықтамалары мен заңдылықты салыстырамыз.